Сәлеметсіздер ме тыңдаушылар? Бүгін двигатель конструкциясы және динамикасы пәні бойынша ең соңғы тақырып жану өнімдерінің улылығы және қоршаған ортаны қорғау. Дәріс оқушы экономика және бизнес кафедрасының доценті, техникалық ғылымдардың кандидаты доцент Ақынғазиев Жәмеш. Алдарыңызда осы дәрістің мақсаты мен міндеттері жөніндегі ұғымдар келтірілген. Оқып қарап түсінесіздер. Жану өнімдерінің улылығы жөнінде жалпы мәліметтер мен олардың пайда болу себептерін қарастыратын болсақ, іштен жанатын қозғалтқыштар, атмосфераның жұмыс істеп шыққан газдармен, картер газдарымен және отын буларымен бірге шығатын зиянды заттармен ластайды. Жұмыс істеп шыққан газдардың 280-ге жуық компоненттері байқалады. Өзінің химиялық қасиеттері бойынша адам ағзасына әсер ету бойынша жұмыс істеп шыққан және картер газдарындағы заттар бірнеше топқа бөлінеді. Улы емес заттар қатарына азот, оттегі, сутегі, су буы, көмір қышқыл газы жатады. Улы заттарға көміртек тотығы, азот тотығы, натрий тотығы, көмірсутектердің көптеген топтары жатады. Парафиндер, олефиндер, қош иістілер және тағы басқа жатады. Бұлардан басқа зиянды заттарға алдегидтер мен күйе кіреді. Күкіртті отындар, жанған органикалық емес күкіртті ангидриттер және күкірт сутегі түзілетін кездегі шаралар қамтылады. Ерекше топты канцерогендік қош иісті көмірсутектері құрайды. Оның ішінде жұмыс істеп шыққан газда канцероген барын көрсететін ең белсенді бензофирин деп аталатын қоспа болады. Бұл жану процесі кезіндегі шығатын көптеген тотықтары мына сайттан көруге болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші формулалар бойынша осы да пайда болатын реакциялардың нәтижесінде шығатын заттардың құрамы келтірілген. Мынау сайтта көрсетілгендей, бұнда ыдырау реакциясы келтірілген. Ол кездегі біздің алынатын асқындығын көрсететін, ауаның асқындығын көрсететін коэффициентті қалай алуға болады? Сол жөніндегі негізгі формуланы анықтап түсінуге мүмкіндік көрсетілген. Және үшінші мынау келтірілген біздің сайтымызда сол жану процесі басталғанда пайда болған күйе оттегі молекулаларының қайтымды алмасу реакциясы түсетіндігі көрсетілген. Осы көрсету бойынша ауадағы асқындық коэффициенті 1,3-тен артық шығарылатыны анықтауға, қозғалыстың қуатын отынды көп беру арқылы арттыруға ұмтылу күйінен пайда болу қарқынның өсуіне және күйенің жануының нашарлауына, түтіндердің өсуіне әкеледі. Азот тотығының пайда болуы циклдің ең аз жоғарғы температурасымен азот пен оттегінің жану өнімдеріндегі концентрациясымен анықталады және отынның табиғатына тәуелді емес. Дизель және бензинді қозғалтқыштардың циклдерінде 1800
2800 Kelvinге жақын температураларда азот тотығынан тек қана NO түзеледі. Шығарылған газдардың құрамындағы және атмосферадағы оттегі әсерінен ол NO2-ге дейін тотығады. Бұл процесс өте баяу жүреді, тәулігіне көлемі бойынша 50%-ға дейін ғана. Егер толық жанбаған өнімдердің болуын және процесінің жетілмегендігі болса, онда азот тотықтары оны жетілдіргендігінен соны пайдалана отырып анықтауға болатынын көруге болады. Неғұрлым температура жоғары болса, соғұрлым пайдалы әсер коэффициенті жоғары. Соғұрлым NO2 көп түзеледі. Іштен жинайтын қозғалыстар улылығын азайтудың кешендігі де осымен байланысты. Енгізу тактісінен басқа тактілердің іштен жинайтын қозғалыстар картерінде қысым цилиндрдегіден аз, сондықтан жұмыс істеп шыққан газдардың бір бөлігі саңылаулармен жану камерасының картерға өтетін тесігі арқылы іске асырылады. Картер газдары мен атмосфераға көмірсутектердің маңызды бөлігі 40%-дан дейін шығарылады. 40%-ның көлемінде. Өйткені олар картер газында жұмыс істеп шыққан газдарға қарағанда 15-20 есе көп. Бензинді қозғалыстардың жұмыс істемегеніне қарамай, отын жүйесінен бензиннің булануы болады. Жұмыс істеп тұрған қозғалыстың шығарылымы 4-12%-ға булану есебінен болады. Жеңіл машинаның картері мен отын жүйесінің тәулігіне 40 граммға жақын, ал жүк машиналарынан 150 граммға жақын отын буланады. Бұдан басқа отынды құюда да буландырудың маңызды бөлігі өтеді. Дизельдердің булануы іс жүзінде болмайды. Ал енді іштен жанатын қозғалыстардың жұмыс істеп шыққан газдарындағы улы компоненттерінің азайту және бейтараптандыру үшін мұны төменде көрсетілгендей мына сайттағы іс-шаралар қолданылады. Назар аударғандарыңызға көп рахмет. Осымен біздің пәніміз бойынша дәрісіміз аяқталды. Көп рахмет сіздерге, сау болыңыздар.